Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атомдағы электрондардың таралуы. Сабақтың мақсаты атомдағы электрондардың ядродан арақашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсіну және әрбір электрон қабатында электрон саны нақты максимал мәннен аспайтынын білу. Алдымен атомның күрделі бөлшек екенін есімізге түсіре кетейік. Алдыңғы білімнен білетіндеріңіздей, атомның ортасында оң зарядты ядро орналасқан, ал оны теріс зарядты электрондар айналып қозғалып жүреді. Ядро оң зарядты протон мен зарядсыз бөлшек нейтроннан тұрады. Электрон ең кіші теріс зарядқа ие, оның шартты шамасы -1-ге тең. Электрондардың саны элементтің ядро зарядына тең, ал ядро заряды элементтің реттік нөміріне сәйкес келеді. Суретте көріп отырғандарыңыздай, ядроның сыртында теріс зарядты электрондар айналып жүр. Әр атомның электрон санын сол элементтің реттік нөміріне сәйкес келетінін естеріңізге саламын. Электрондар өздерінің энергияларына сай ядроны белгілі бір ара қашықта айналып жүреді. Бұны энергетикалық деңгей немесе электрон қабаты деп атайды. Осы электрондар энергетикалық деңгейлерде белгілі бір максималды мәнде орналасады. Оны n тең болады 2n квадрат формуласы арқылы анықтаймыз. Бұндағы үлкен n дегеніміз әр энергетикалық деңгейдегі максимал электрон саны болса, ал кішкентай n сол энергетикалық деңгейдің, яғни электрон қабат саны. Төменде көріп отырғандарыңыздай формулаға сәйкес бірінші энергетикалық деңгейде максималды 2 электрон орналасады. Екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон орналасады максималды. Үшінші энергетикалық деңгейде 18, ал 4-тен бастап максималды түрде 32 электрон орналасады екен. Энергетикалық деңгейлердің саны элемент орналасқан период нөміріне сәйкес келеді. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі арқылы біз сол элементтің энергетикалық деңгей санын анықтай аламыз. Әр химиялық элементтің энергетикалық деңгей саны сол элементтің период нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, магний 3-ші периодта орналасқандықтан, оның энергетикалық деңгей саны 3-ге тең. Немесе азот 2-ші периодта орналасқандықтан, оның энергетикалық деңгей саны 2-ге тең баткен. Сәйкесінше, бір периодта орналасқан элементтердің энергетикалық деңгей саны бірдей болады. Мысалы, 2-ші периодта орналасқан литийден неонға дейінгі элементтердің энергетикалық деңгей саны 2-ге тең. Немесе 3-ші периодта орналасқан натрийден аргонға дейінгі элементтердің энергетикалық деңгей сандары 3-ге тең болады. Сонымен қатар, сыртқы электрондық қабаттары бір-біріне ұқсас элементтерді бір топта орналасқан. Бұл топ нөмірі сыртқы қабатындағы электрон сандарын көрсетеді. Ол тек қана негізгі топшадағы элементтерге сәйкес келеді. Мысалы, көміртек 4-ші топта орналасқандықтан, оның ең сыртқы қабатында 4 электрон болады. Немесе азот 2-ші периодта орналасқан 2 энергетикалық деңгейі бар, ал 5-ші топта орналасқандықтан ең сыртқы қабатында 5 электрон орналасады екен. Алдарыңызда натрий мен кальцийдің электрондарының энергетикалық деңгейде таралуы көрсетілген. Мысалы, натрийдің ядро заряды +11-ге тең, яғни ол оның реттік нөмірін көрсетеді, және ол электрон санын көрсетеді. Сәйкесінше, натрийдің 11 электроны бар, ол 3-ші периодта орналасқандықтан, оның 3 энергетикалық деңгейі болады. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, ал ең сыртқы қабатында 1 электрон орналасады. Ол натрийдің 1-ші топта орналасқанын көрсетіп тұр. Одан кейін кальцийді қарайтын болсақ, ол 4-ші периодта орналасқандықтан, оның 4 энергетикалық деңгейі бар. Оның электрондары 2, 8, 8, 2 деп орналасқан. Ең сыртындағы электрон саны кальцийдің 2-ші топта орналасқан, 2-ші тобына сәйкес келетін көріп отырсыздар. Дат ғалымы Нильс Бор электрондардың деңгейлерде таралуын
төмендегідей диаграмма көмегімен көрсетуді ұсынған. Сіздердің алдарыңызда көміртек атомының Бор диаграммасы көрсетілген. Көміртектің 6 электроны бар. Оның бірінші қабатта 2 электроны орналасады, қалған 4 электроны сыртқы қабатында орналасқан, және көміртек 4-ші топта орналасқан, сіздер білесіздер. Сол сияқты алдарыңызда көміртек, азот, оттек, фосфор, күкірт, сутек сияқты элементтердің Бор диаграммасы бойынша электрондарының орналасуы көрсетілген. Мысалы, фосфорды алатын болсақ, ол үшінші периодтың 5-ші топтың негіз топшасында орналасқан. Үшінші периодта орналасқандықтан оның 3 энергетикалық қабаты көрсетілген, және 5-ші топта орналасқандықтан сыртында 5 электроны көрсетілген. Бірінші қабатта 2 электроны және екінші қабатта 8 электроны көрсетілген. Электрон қабат саны ядроны айналатын электрон санына тәуелді болады. Әр электрон қабат белгілі бір энергетикалық деңгейге ие. Электрон қабат ядроға жақын болған сайын, оның энергетикалық деңгейі төмендей береді. Ал қабат ядродан алыстаған сайын, оның энергетикалық деңгейі жоғарылайды. Ядродан алыстаған сайын қабаттар үлкейіп, онда көбірек электрондар орналасады. Енді осы тақырып бойынша алдарыңызда тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма. Алдарыңызда көрсетілген суретте атом құрылысы Бор диаграммасы бойынша көрсетілген белгісіз элементті анықтап, оның электрондарын энергетикалық деңгейлерге орналастырыңыз. Екінші тапсырмада номер 9 және номер 17 элементтерді периодтық кестеден тауып, сол элемент атомдарының электрондарын энергетикалық деңгейлерге орналастырыңдар. Сіздердің алдарыңызда бірінші және екінші тапсырманың жауаптары көрсетілген. Яғни белгісіз элемент сіздер алюминий екенін анықтаған шығарсыздар. Ол суретте көрсетілгендей 13 электрон берілген және сыртында 3 электроны көрсетілген. Бұл яғни алюминий екені көрсетілген екен. Ал екінші тапсырмада номер 9 элемент бізде ол ядро заряды плюс 9-ға тең, ол бізде фтор, ал номер 17 элемент бізде ол хлор. Екеуі де бір топта орналасқандықтан сыртқы қабаттарында 7 электроннан орналасып тұр. Ал әртүрлі периодта орналасқандықтан фторда 2 энергетикалық деңгей, хлорда 3 энергетикалық деңгей болу керек. Үйге тапсырма балалар. Параграф 1 мен 2 параграф және 6 беттегі 5, 6, 8 жаттығуларды, 9 беттегі 2, 4, 5 жаттығуларды орындаймыз. Сонымен қатар бүгін мен не білдім, маған жұмыстану керегі не, маған қиын болғаны не деген тақырыпта рефлексия жасаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.